Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өзіміздің отбасымыздың ең сүйікті салаттарымыздың бірі фруктовый салат дайындайтын боламыз. Бұл фруктовый салат өте ерекше дайындалады, сол себептен міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алма, банан, жұмыртқа және де жүгері керек болады. Алмамызды осылай ортасындағы артық жерлерін алып тастаймыз және де орташа кубиктарға турап шығамыз. Егер сіздерде алма үлкен болса, онда 1,5 алма сіздерге жеткілікті болады. Егер кішірек болса, онда 2 алма турасаңыздар болады. Енді 2 бананымызды дәл осылай кубиктарға турап шығамыз. Енді жұмыртқамызды тазалап аламыз және де кубиктарға турап шығамыз. Ұсақ қылмаңыздар, кішкене ірілеу кубиктарға турасаңыздар болады. Достар, менің каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Сол себептен осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар, менің жаңа рецептерімді өткізіп алмайсыздар. Енді жұмыртқамызды саламыз. Үстіне 1 банка жүгері қосамыз. Бұл салаттың ерекшелігі заправкасында, яғни мен майонез қосатын боламын. Сіздер таңғалуларыңыз мүмкін, қорқуларыңыз мүмкін, дәмі қандай болады деген сияқты. Бірақ мен шын мәнісіне айтамын сіздерге, қорықпай жасап көріңіздер, эксперимент жасап көріңіздер. Сіздерге де сүйікті салаттарыңыз болуы әбден мүмкін. Сол себептен қорықпай осы рецептпен жасаңыздар. Және де комментарийға қалай болып шыққаны туралы ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте ерекше, дәмді әрі пайдалы салаттардың бірі. Эксперимент жасаудан қорықпаңыздар достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше.